Еркек пен әйелдің арасында бір-біріне жасалған опасыздықтан кейін басқа бір адамның нақты сен осындай шешімді қабылдауың керек деп айтуына ешкімнің құқығы жоқ. Үшінші бір тұлғаның. Бұл екеу ара бір-бірін таңдап қосылған екі адамның өзінің қабылдайтын шешімі. Ақыл айту өте оңай. Бірақ ақыл айтып отырған адам ешқашан сенің пайдаңа әңгіме айтпайды. Ол өзінің ішіндегі, өзінің болын айтады. Өзінің шеше алмай жүрген проблемасын айтады. Қазір енді кеңес берушілер өте көп қой. Бірақ олар сол беріп отырған кеңесі негізі өзінің болі да. Өзінің осы уақытқа дейін шеше алмай жүрген мәселесін, өзі қабылдай алмай жүрген, өзі қорқып жүрген, өзі таңдау жасай алмай жүрген нәрсесін біреуге тықпалайды. Сен осылай жаса деген секілді. Біреу үшін шешім қабылдау ол өте үлкен қате.